Бел ауыратындарға және де протрузия грижасы барлар болса, грижа бар болса, әсіресе ол жамбастан аяққа дейін ауру береді. Сондықтан да соларға керемет жаттығу, бірақ өзінің техникасымен жасау керек. Білесіздер, қатты бел ауырған жағдайда оқыс қозғалуға, спорттық жаттығулар жасауға немесе ұзақ жүруге тыйым салынады. Қазір емнің неше түрі бар, әсіресе мына частный жеке клиникаларда физиотерапия, массаж, басқа да көп сондай укол система, олар енді мысалы ауруды басу үшін ғана. Ал бірақ остеохондроз, протрузия, грижа, сколиоздың жалпы жаттығулары таза емі, олар емдік жаттығулар. Сондықтан да осы жаттығуды белдеріңіз ауыртып, ештеңе көтертпей, ештеңе зауқың жоқ болса, осы жаттығудан бассаңыз. Сосын жайлап қозғалғыштығы көптеу жаттығуларға көшесіз. Және де осы төмендегі жаттығуды қалдырып кетем, сілтемесін осы видеоны қосып жасауға болады. Ендеше бел ауырған жағдайда мысалы тіке жатамыз. Бірінші тіке осындай қатты жерге жатамыз. Қатты жерге жатамыз, жұмсақта болмайды. Бірінші жаттығуымыз осылай жаттыңыз, еркін жаттыңыз, тынысыңыз еркін болу керек. Аяқты осылай қойыңыз, екі бәшбайды қосамыз, былай лақтырамыз. Қазір менімен бірге жасайсыздар. 10 ретте бір. Осылай екі бәшбайды қостық, артқа лақтырдық. Неге десеңіз, басында қыздырып алу керек. Жай. Осылай 30 секунд, 1 минут. Қазір мен осылай жасаймыз. Бәшбайды бір-біріне алып келдім. Шама-шарқыңыз келгенше 1 минутқа дейін болады осы техника. Осылайынан. Екіншісі, жайлап беліңіз ауырып жүрген болса, екі тізені бүгіп аласыз. Екі тізені бүктіңіз. Жамбастың ара қашықтығын былай аштыңыз. Енді осын бірге жасаймыз. 12 рет, 16 рет, 20 рет жасауға болады. Қазір біздер 10 рет жасаймыз, біргемен. Алдыңыз, көтердіңіз, тарттыңыз. 1, сезіну керек жамбаспен белдің. 2, тарттыңыз. Бірден жіберіп қоймаймыз сразу. 3, создыңыз. 4, керемет. 5, тарттыңыз, 1-2 секунд ұстадыңыз. 6, сезіну керек. 7, 8, уже жайлап босап атқанын сезесіз уже. 9, 10. Жайлап болдыңыз. Екі аяқты бірінші тартып аласыз. Содан кейін барып, екі аяқты көтереміз, өзімізді көтерілуге болады. Осылай 15 секунд, 10 секунд ұстаймыз. Осылай құшақтауға болады. Сезінеміз белді. Осылай басы осылай алып, немесе басы осылай алып тұрады. 10 секунд ұстаймыз. Керемет. Жай жібереміз. Плавно, резкий движение жасамаймыз. Жай жібереміз. Бұл екіншісі. Үшіншісі, бірінші ауырмайтын аяғыңыздан бастайсыз. Үшіншісі, осылай көтерілдік, аяғыңыз алып тұрса, мынадан ұстаймыз. Табанның үстіңгі жағынан ұстадық. Осылай тартып, 10 секунд жатамыз, 15 секунд, 30 секундқа дейін болады. Басында 10-15 секунд. Осылай тартамыз. Сонда мына седалищелер жұмыс жасайды. Жамбастың айналасында бұлшықеттер. Керемет. Бірден сезіледі. 15 секунд ұстаймыз. Келесі жағында жай көтереміз. Басымызды көтердік. Ұстау үшін мынадан бірінші ұстап аламын, табанның үстіңгі жағынан. Сосын былай немесе былай тартуға болады. Өзіңізге ыңғайлы. Үстінен тартуға болады. Осылай басы көтеріп жатуға болады. Басы көтеру қиын болса, осылай созасыз. Мына жерді сезу керек. Седалищелер жұмыс жасайды. 10 секунд жатамыз қазір. Тарта береміз, давить етіп. Керемет. Жай жібереміз. Резкий движение жасамаймыз бұл жерде.
Жай жібердік. Риск жібермейміз. Жай бірінші аяқты созып аламыз, келесісін созамыз. Одан кейін белдің күшін сезіну үшін белдің күшін арттырдық. Оң аяқты көтердік. Қазір 10 рет жасаймыз. 10-20 болады. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 жасадық. Келесі жағын жасаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Жай жібердік. Келесі жаттығу. Жайлап аяқты бүгеміз. Келесі жағын бүгеміз. Аяқты егер сала алсаңыз, мына аяқты салдық үстіне. Бұл жерде мына тізенің астынан немесе тізенің үстінен болады. Осылай тартып жатасыз. Тартып жатқанда жай әкелуге тырысыңыз. Бәшбаймен маңдай тигізу. Осылай 15 секунд жатамыз. Созамыз. Жай жібереміз. Келесі жағын егер өзің жасай алмасаңыз, қасыңызда адам болса көмектесуге болады. Жай саламыз, тағы тартамыз. Айтып қояйын, егер тартылсаңыздар осы сыртынан, тізеден немесе ішкі жағынан тартуға болады былайынан. Басыңызды көтеру қиын болса, онда осылай көтеріп алғанда басты көтереміз, сосын осылай тартуға болады. 15 секунд, 30 секунд. Жай жібереміз. Резкий движение жасамаймыз. Одан соң осы жаттығу, содан кейін біреуін жасаймыз. Қараңыз, одан соң осылай алдық. Екі табанды барынша қосамыз. Екі табанды қосып, былайынан қолды созып, осылай жайлап жатамыз. Неге десеңіз, гриджа болған уақытта жамбасқа береді, аяққа ауру. Сосын қуық жолдарының жұмысына әсер етеді. Осылай жатамыз, немесе қолыңыз жетпесе, міне осылай 30 секунд, 1 минуттай осылай расслабиться етіп жатамыз. Керемет сезім. Осылай мен қозғалтамыз. Екі табанды қосып, барынша. Біреулердік бұлай жетпеуі мүмкін, бұлай аяқтар осылай болуы мүмкін. Оның ешқандай қатып қалған шарт жоқ, осылай жасаймыз. Осылай 30 секунд, 1 минутқа дейін жатасыз. Болғаннан соң жай жібереміз. Ауыратын аяғыңызды есіңізде болсын, үстіне шығарамыз. Бұлай жатып алдық. Тұрғанда да қырынан қол түріп тұрамыз. Реск бұлай атып тұруға болмайды. Бұлай жалпы. Осылай қырынан жатып алдық. Ауырмайтын аяқ астына қойдық. Ауыратын аяқ үстінде. Қолымыз осылай жатады. Үстіңгі қолды бұлай созамыз, басымыз тіке. Мына аяқты мынаны созамыз аяқ. Осылай, міне бүткіл қабырға, бел бәрі тәт. Осылай, қазір 15 секунд жатамыз. Созамыз. Міне көріп тұрсыздар, техникасы, міне аяқ осылаймыз, былайынан тартып тұрмыз. Басым тіке, мына қолды былай қарай береміз, до конца тартып. Керемет уже, ощущение сезініп жатыр уже. Созамыз. Тартамыз, созамыз. До конца тартамыз. Созамыз. Жібергенде жай жібереміз, резкий движение жасамаймыз, есіңізде болсын. Тұрарда ауыратын жағын үстіне шығарып, жайлап тұрамыз. Ұйқыдан тұрғанда да солай тұру керек. Ұнаса лайк басыңыз, комментарий жазыңыз. Керемет емдік жаттығулар салып тұратын болам. Басқа да керемет ақпараттармен таныстыратын болам. Каналға жазылып қойыңыз. Аман болыңыз.